Нұр Отан нұрлы болашақ жолында. Ел дамуына арналған партияның жаңа доктринасы бүгін үкімет мүшелерінің талқысына түсті. Партияның сайлауалды тұғырнамасында жоспарланған жұмыстың 20% сәтті жүзеге асты. Барлық құжат Қазақстан 2050 стратегиясының негізінде жазылып, әлеуметтік экономикалық ахуалды оңалтуға бағытталады. Ал доктринада қазақ тілінің мәртебесін көтерумен жастар тәрбиесіне баса мән берілген. Бүгінгі жас ертеңгі болашақ. Құжат еліміздің барлық аймақтарында кеңінен талқыланып, ұсыныстар назарға алынды. Қазанның 18 күні өтетін партияның 15-ші съезіне 1200 делегат келеді деп күтілуде. Бүгін жаңа жобаларды жүзеге асыру шаралары түзілді. Жиынның негізгі мақсаты съезден кейін қабылданатын шешімдердің ары қарай орындау барысын қарау. Өздеріңіз білетіндей, біздің партияның негізгі құжаты ол сайлауалдық тұғырнама. Сол кезде біздің партия халық партиясы болған соң халыққа жария түрде өз ұсыныстарын, өз уәделерін берді. Сайлауалды тұғырнаманы орындау бойынша жұмысты орталық және жергілікті атқарушы органдардың басшылары өздері тікелей басқарады, және де ол үшін жеке жауап береді. Жыл басында үкіметтің отырысында партияның сайлауалды тұғырнамасын жүзеге асыруға бағытталған 360-тан астам іс-шараны қамтитын жоспары қаралды. Бүгінгі таңда жоспардың 68 іс-шарасы жүзеге асты, 252-сі жүзеге асырылу үстінде, 27-сінің іске асыру мерзімі келген жоқ, объективті себептермен 15-нің мерзімі кейінге шегерілді.